Жатыр жуамыз келді ұнымызға үстіне тұзымызды саламыз да 2 жұмыртқамызды жарып міне фаршымыз дайын тұр. Тартылған ет, сәбіз, картоп және де тұз, бұрыш жуа салдық. Барлығын дайындап қойдым. Енді мантымызды бастаймыз. Енді біздің нанымыз дайын болды. Алдымен тавамызды жақсылап майлап аламыз. Тавамызды жақсы болу үшін. Нанымыздың ең қазір алғаннан кейін бірнеше бөлшекке бөліп мантымызды жасаймыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы бірнеше бөлшекке бөлеміз де мантымызды түйеміз. Осыған фаршымызды салып, қамырымызды түйеміз. Қайнап жатқан мантының бетін осылайша жауып қойсақ, жұмсақ әрі жақсы піседі. Міне біздің мантымыз дайын болды. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.